Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Сіздермен кездескеніме қуаныштымын. Мен енді өзімді таныстырып өтейін. Мен Көксу ауданы Қадырғали Қосымов-Жалайри атындағы орта мектеп гимназиясының тарих география пәндерінің мұғалімі боламын. Есімім Жадыра. Сіздермен танысқаныма қуаныштымын. Енді бүгін сабағымызды вебинарымыздың тақырыбы жаратылыстану сабағындағы тиімді әдіс-тәсілдер және қашықтықтан оқытуда бағалауды жүргізу жолдары. Бұл жерде мен өзімнің 5-ші сыныпта жүргізілетін жаратылыстану сабағында қандай әдіс-тәсілдер пайдаланамын, қандай тиімді жолдары маған көмек беріп жатыр, өзімнің тәжірибемдегі әдіс-тәсілдермен қолданып өтемін. Оның ішінде бір сабағым бойынша көрсеткім келеді сіздерге. Бір сабағымды ғана алып, сол бойынша қандай әдіс-тәсілдер және оның тиімділігін қандай платформамен жүргіздім, сол жайлы айтып өтсем деймін. Енді бағалау дегеніміз барлығымызға белгілі. Теорияға көп тоқталып, мен уақыттарыңызды алмайын. Бағалау ол сабақ үдерісіндегі басты фактор, яғни бағалау арқылы біз баланы оқи білуге үйрете аламыз, өзін тұлға ретінде дамуына жағдай жасаймыз, баланы ойлау білуге баулимыз. Яғни менің өз мақсатым әр сабақта, барлық мұғалімдер де солай ойлайды деп, сол келіседі деп ойлаймын, әр сабақта оқушы бойында жасырынып жатқан мүмкіндіктерін ашуға қолайлы жағдай жасауымыз керек деп ойлаймын. Және бұл жерде бағалау және тиімді әдіс-тәсілдерді ұтымды пайдалана білудің әсері өте үлкен. Енді мен сіздерге энергия түрлері тақырыбы бойынша өткен сабағымды көрсеткім келеді. Енді әдіс-тәсілдер деген білеміз ғой, барлығымыз интернетте өте көп, ол әдіс-тәсілдерді білеміз. Бірақ енді осы жас ерекшеліктерін ескере отырып, осы тақырыпқа сай өзім пайдаланған әдіс-тәсілдерімді көрсеткім келеді. Қазір мен сіздерге мына жерде слайд, сонымен қатар қысқа мерзімді жоспармен біріктіре отырып, қандай әдіс-тәсілдер қолдандым және мақсатқа жетудегі маған көмегі жайлы айтатын боламын. Бұл жерде бірінші топтастыру әдісі. Бұл балалардың яғни қандай да бір білген ақпараттары бойынша ауызша ой жеткізуіне, ой салуына үлкен көмегін тигізеді. Одан кейін кім жылдам, одан кейін сәйкестендіру тапсырмасын пайдаландым, осы 3 тапсырма. Және де ең соңында рефлексия деп айтамыз ғой, кері байланысқа Фортуна әдісін қолданған болатынмын. Ол сабақтың записі сақталған, менде арасында соның записімен де танысатын боламыз. Енді ең алғашқысы бұл жерде қазір 1 минут қымыжыға ауысайын, қымыжы бойынша көрейік ары қарай. Яғни бұның осы сабақта менің пайдаланған жасаған қымыжым қысқа мерзімді жоспар. Яғни негізгі барлық оқушылар мақсатын, енді барлығымыз осы пән мұғалімі болғаннан кейін мақсатын тоқталмай қоймай, барлығының энергия жайлы осы 5-ші сынып оқушыларының жалпы түсінік алуына барлық жағдай жасауға тырыстым. Енді оның ішінде, мысалы, сабақтың басында оқушыларға жалпы анимация көрсетілді. Ол жерде энергия дегеніміз не, оның түрлері қандай болады деген ауызша айтып өттім. Одан кейін сабақтың ортасынан бастап мен осы әдіс-тәсілдерді қолдануды бастадым. Қазір білесіздер ғой, қазіргі жағдайға байланысты біз көбінше қашықтықтан оқытып жатырмыз. Қашықтықтан оқытқаннан кейін бізге міндетті түрде тек қана WhatsApp желісі ғана емес, қосымша платформаларды пайдалану өте тиімді болып отыр. Соның ішінде бірінші пайдаланған әдісім бұл LearningSap сайтынан жасалған тапсырма болды. Бұл тапсырманы қазір сіздерге көрсетейін. Сіздерге ұсыныс ретінде айтқан. LearningSap көрініп тұр, экран көрініп тұр ғой, ана қымыжыдан шыққаннан кейін. Бұл жерде мысалы мынандай тапсырма бердім. Бұл LearningSap деген желісінің бұл ең бір өте жеңіл қолданылатын, жеңіл пайдалануға болатын және бағалауға, ауызша бағалауға, ауызша оқушыларға мадақтау сөзін айтып жетелеуге өте тиімді сайттардың бірі LearningSap деп аталады. Енді бірге орындап көрейік. Бұл жерде мен бірінші мынандай тапсырма ұсындым. Электр, бұл енді энергияның түрлері ғой, электроэнергиясы, механикалық энергия, жылу және жарық деп. Енді ол жерде
көрейік. Мысалы, сіздермен бірге орындап көрейікші, дауысын шығарып қойсаңыздар тіптен жақсы болады. Яғни бұл жерде оқушылар көреді де айтады. Мысалы, мына сурет қай энергия түріне жатады деп. Мысалы, көлікті біз қайсысына жатқызамыз? Механикалық, иә? Одан кейін, мысалы, мына үтікті электр деп, теледидарды электр энергиясы, сағатты механикалық энергия, мына садақтың ұшуын, оны да механикалық энергия. Мысалы, бұл жерде мен әдейі қойдым, кейбіреулер оқушылар жарыққа жатқызады. Осындай, және осыны таба білген оқушының кейбірі, мысалы, кейбір оқушылар, барлық оқушыларды айтамыз, кейбір оқушылар, мысалы, осында ойланып жатады, апай, ол жылуға да жатады ғой, немесе жарыққа жатады ғой деп ше. Міне Ленинг садтың ерекшелігі осында. Бұл жерде әртүрлі осындай балаларды қызықтыратын, әсіресе сабақтың басында осындай тапсырмалар жасауға өте ыңғайлы сайттардың бірі. Атын еске сақтап алсаңыздар, кейіннен қымыздан қарап алсаңыздар да болады. Және ең соңында мынандай птичка қойған кезде жарайсың деп жалпы сыныптан энергия жайлы түсінік осылай алып алдым. Енді келесі кезекте бұл жерде викторина сұрақ қойылды. Осы викторинаны қазір сіздерге WhatsApp желісіне кіргізсем, сіздерге таныс па QZIS деген сайт, QZIS.com? Қазір бізде кеңінен қолданып отыр, бұл әсіресе 5-ші сыныпқа өте қызықты, олар қызығып тұрып орындайды. Сіздерге де жіберіп көрейін. Қазір осы неге кіріп көрсеңіздер. Қазір кіріп, давайте тапсырма орындап көріп, мен сіздермен бірге осыны орындағым келіп тұр. Одан кейін қалай жасалу жолдарын мен сіздерге түсіндірем. Мен осылай алдын ала осы сайттан осылай ссылканы алып, оны неге, мысалы, оқушыларға жібереміз. Мысалы, мен қазір сіздерге жіберейін. Жоқ, ол емес. Міне, осы ссылкамен кіріп көресіздер ме? Мен өзім де кірейін мына жағына. Ең соңғы жіберіліп жатқан кез келгенмен кіріп көрсеңіздер, бұл жерде мынандай бейне ашылу керек. Қазір қараңыздар. Кірдіңіздер ма? Кірдік. Кірдіңіздер. Енді мына жерде сіздерге тіркеуіштенке сұраған жоқ. Бұған негізі тіркелуге де болады. Тіркелмей негізі кез келген адамда кіре алады бұл жерге. 6 ғана сұрақ сабақ барысында қалай орындауға болатын, мысалы, мына жерден көруімізге болады. Мысалы, классический, продолжить, енді бұнда орыс тілінде, сондықтан осылай жіберемін. Сіздер қосыла алмапсыздар, қосылсаңыздар жақсы болатын еді. Қазір тағы бір ссылка жіберем сіздерге. Қайтадан қосып көрейікші, бірге орындағанымыз дұрыс болар еді. Сіздерге түсініктірек болады да бұл ненің, именно осы приложениенің. Міне, ең соңғы жіберген сурет тұрған ссылкамен кіріп көріңіздерші, бірге тапсырма орындап көрейік. Бұл QZIS-тің ерекшелігі. Сіздер қосылсаңыздар, қазір мұнда есімдеріңіз шығу керек. WhatsApp-тағы соңғы ссылкамен кірсеңіздер. Гүлзира апай, қоса алдыңыз ба? Сіз енді QZIS-қа тіркелгенсіз ба? Әріптестер, сіздерде проблема болып жатқан жоқ па? Салтанат апай, Сәния апай. Кіріп жатсыздар, иә? Жоқ. Иә. Кірдіңіздер, мұнда есімдеріңіз шығу керек қазір. Егер осы соңғы мен жіберген ссылкамен жіберсеңіздер, мысалы, мен қазір өзім кіріп көрейін. Ең соңғы сурет тұрған ссылкамен кірсе, қараңыз, Алма кірді, Сәния кірді. Тағы қосып көрейік. Өзім кіріп қояйын. Жадыра кірді, міне. Алма, Сәния, Салтанат, Жадыра. Гүлзира апай, қосыласыз ба? Жаратылыстанудың сұрақтары. Бұл жерде дұрыс жауап беру міндетті емес, енді уақытты үнемдеп.
Оны сілтемесін жібересіз ғой, иә, мен сіздердің топта Сіз болмағаннан айтпақшы, кейін. біздің группада жоқ екенсіз ғой. Қазір. Иә. Иә. Адам санын көбейтіп сізге де беріп қояйын дегенім ғой. Міне, Гүлзира, сіз де қосылғансыз. Жібердім. Давайте бірге тест жасап көрейік, кішкене қызықты болсын деп. Сосын нетсе осы QGIS бойынша сіздерге негізі 5-ші сыныпқа бұл өте керемет нетеді. Балалар қатты қызығады, және сабақты прям өздері түсініп алғандарын соңынан айтып отырады. Апай, бүгін QGIS бола ма, QGIS-пен орындайықшы деп. Гүлзира апай, сіз күтіп, болды. Жақсы, енді бұл жерде викторина басталады. Мысалы, мен бұл жерде мұғалім ретінде қарап отырмын, және өзім де қосылып отырмын ғой. Сондықтан мен енді кеттік, тапсырма орындап көрейік. Мұнда не барлығына дұрыс жауап беру міндет емес. Сұрақтарға жауап береміз. Бұл жерде дұрыс жауап беру міндетті емес, әріптестер. Барлығымыз түгел орындасақ болды. Жақсы, әріптестер, тез баса беріңіздер, көп ойланудың қажет жоқ шығар. Қате болса да болады. Бұл жерде бастысы осы приложениенің артықшылығын айтпақшы едім. Жақсы, болды қой деймін, тез белгілей салыңыздар. Болды. Болды. Соңғы жауап бердік. Жақсы, міне ең соңында сосын осындай сұрақ жауаптар шығады. Бірінші орынды өзім алып кеттім, ренжімеңіздер, енді өзім құраған тесті бұл жерде көңіл аудармаңыздар енді. Бірақ міне мысалы қай оқушы қай сұрақтан қателескенін көріп отыруға болады. Мысалы Жадыра 5-6 сұрақтан қателесіпті, мысалы Сәния 2-ші сұрақтан қателесіпті. Сіздер бұл жерде тек қана уақытты үнемді пайдалану керек та, оқушылар. Өте тиімді осындай программа. Осыны пайдаландым. Екіншісінде мысалы энергияны олар сіздер мысалы өздеріңізде орындау арқылы естеріңізде жақсы сақтап қалған шығарсыздар, иә. Енді келесі міне бұл кім жылдам тапсырмасы болған, яғни оқушылардың алған білімдерін тексеру, ой жинақтау, жаңа тақырыпты есте сақтау,
жүзеге асады. Және бағалау бұл жерде шынайы түрде жүреді да. Мысалы, мына жерде шынайы түрде бағасын көресіз. Бұл жерде қандай бағалау жүрді десек, бұл жерде арнайы программа арқылы оқушылардың нағыз бағасы шығатын болады. Мысалы, алдында мұғалімнің бағалаған болады, иә. Бізде 10 қазір кері байланысқа уақыт қалдыру керек, сондықтан келесі тапсырманы көрейік. Яғни бұл жерде мен сәйкестендіру тапсырмасы бағана сіздерге көрсеткен Learning Sub несі бойынша тағы бір тапсырма орындаттым. Бұл не бекіту тапсырмасы болды. Бұл жерде сабақты бекітуге осы Learning Sub сайтының негізгі мен сіздерге ұсынып отырған осы Quizzes және Learning Sub тапсырмасы болатын. Қазір бұл жерде сәйкестендіру. Мысалы, күн жылу энергиясы қай сөзбен, қай ұғыммен, қай суретпен мысалы байланысты. Осы жерде оқушылар ойлана отырып орындайды. Міне тез бұл жерде бірақ бір несі дұрыс орын таппаса, ол қайтадан естемейді, келмейді. Күн мысалы энергияны электр көзі, электр энергиясы деген мұнда тұр. Электр деген осылай дұрыс жауаптарын бұл бекіту тапсырмасына қойдым. Бұл Learning Sub'тың тапсырмасы. Әріптестер, енді сіздерден сұрайтыным, сіздерге енді Фортуна әдісін көрсетейін ең соңындағы. Яғни мен өз сабағымды записынан алайын. Қазір 1 минут запистен көрсеткен дұрыс болар. Оқушылар, мысалы, ең соңында мен Фортуна әдісін қолдандым да, бұл Фортуна әдісі барлығымызға бірдей келе береді. Қазір 1 минут бұл запись жүргізілген сабақтың запистен көрсетейін. Оқушылар, мысалы, қалай жауап береді. Бағана барлық басынан бастап қолданылған әдіс тәсілдерді осы жерде тиімді пайдаландық қой. Енді осы ең соңында мен Фортуна әдісін қолдандым. Мысалы, осы бағанағы сабағым, өткен сабағым, енді әр сабақты запись жасап отырамыз ғой. Мынау міне бағана қатысқан 16 оқушы қатысты, солардың көрінісі. Және ең соңында кері байланысқа мен мынандай рефлексия қолданған болатынмын. Сол рефлексия Фортуна әдісі деп аталады. Сіздерге де ұсынамын. Бұл бағалауға өте бұл жерде арнайы ссылка арқылы кіреді. Яғни оқушылар өздері айтады, апай мен жауап берейін деп. Бұл жерде кері байланыс алуға өте тиімді әдіс. Тыңдап көрсеңіздер. Не осындай сұрақтарға жауап беріп отырды оқушылар. Жақсы. Сұрақ жауабыңызға келесі тағы оқушыға өткен, одан кейін уақытымыз аяқтап қалды. Жақсы, енді бұл жерде тоқталмай қояйын, әріптестер, уақыт кішкене аз қалыпты. Сондықтан, міне ең соңында мен осындай рефлексиямен сабағымды аяқтадым. Енді сіздерге мен тағы бір демонстрация көрсеткім келеді. Сіздерге қай әдіс тәсіл өте қызықты болды? Қайсына тоқталып айтайын? Мысалы, Quizzes'ті қалай создавать ету туралы қысқаша көрсетіп кетсем, қарсы емессіздер ме? Болады, аға, көрсетіңіз. Осы Quizzes, өйткені 5-ші сынып болған соң мен осыны ғана алып отырмын да, өйткені ол өте бір өздеріңіз орындап көрдіңіздер. Өте қызықты да, балалар өте жақсы қызығады. Қазір. Бұл жерде Quizzes'қа қысқаша тоқталып өтейін. Қалай кіру? Әріптестер, мысалы, мына жерде сіздер көріп алсаңыздар, бірінші Quizzes.com деген сайт бар. Сол жерге кіресіздер. Кіргеннен кейін бұл жерде ағылшынша болып тұрады, бірақ ағылшынша болғанымен де бұл сіздерге түсінікті болады. Өйткені старт деген сөзді барлығымыз білеміз ғой, күнде мысалы старт деген пультта да болады, любой жерде болады, сіздерге таныс болады. Сондықтан осы старт сөзін басасыздар. Одан кейін мына жерде создайте деп тұрады. Мысалы, сіздер тіркелесіздер, мына жерге ат жөніңізді жазып, бұл жерде сұрайды. Сосын создайте деген
неге батырманы бассаңыздар, одан кейін сол жерде шығады викторина, урок деп ше. Мен мысалы жаңа өз сабағымда викторина пайдаландым да. Ал енді урок дегенді ашып қарасаңыздар, ол жерде бір сабақты мысалы квиздегі тапсырмалармен орындауға болады. Одан кейін мысалы пәнді таңдайсыздар, мысалы жерде географияны таңдасаңыздар бұрыннан дайын болады. Бірақ енді бұл мировой сайт болғандықтан бұл жерде көбінше ағылшынша да, тарихтан, географиядан и орысша, российский сабақтардан да болады, соларды қарап жасауға да болады. Сосын осындай пәнді таңдағаннан кейін следующий дегенді басасыздар. Одан кейін мысалы мына жерде тапсырма әртүрлі бар. Мысалы үлкен большой выбор дегенді бассаңыздар, ол жерде әртүрлі викториналар таңдай аласыздар. Опрос, мысалы сұрақ, өздеріңіз тестті құрайсыздар, өте оңай, ішіне бір кіріп алсаңыздар, өздеріңіз прям азартқа кіріп жақсы орындап күнделікті пайдалануға, балалардың қызығушылығын оятуға болады. Сосын мына жерге мысалы сұрақ жазасыздар, ол міне мына жерге шығып отырады. Мына жерге дұрыс жауабына сіз птичка қоясыз. Программа сол дұрыс жауапты, сіз птичка қойған дұрыс жауапты дұрыс деп қабылдайды, бірақ оқушыларға ол көрсетілмейді. Осылай тез-тез күнделікті жасап шығуға болады. Міне сізге ол жасыл дұрыс жауап көріп тұр, оқушыларға көрсетіп. Оның әртүрлісі болады. Кейбіреулер птичка қояды, жаңа сіздер мысалы дұрыс жауап таңдадыңыздар тест түрінде, осындай. Және соны сохранить дегеннен кейін моя библиотека деген тұр. Егер даже жұмысыңыз аяқталмай қалса, келесі жолы моя библиотекадан ашып, өзгертіп, келесі тапсырмаларды орындай бересіздер. Одан кейін соның ішіне кіріп, поделиться дегенді бассаңыз, жаңа ссылка жібердім ғой сіздерге, сол ссылка шығады, оқушыларға жібересіз міне, поделиться, копировать ссылку деп. Сосын оқушылар кіреді, осылай дұрыс жауабын таңдап, осылай кім алдыда келе жатыр, кім қалай болды, оны жаңа өздеріңіз көрдіңіздер, солай орындауға болады. Кірсеңіздер өздеріңіз түсініп аласыздар, қиын емес. Енді міне бір сабағын мен сіздерге бөлістім, енді барынша уақытты үнемдеуге тырыстым, енді айта берсек мұғалімдерге уақыт жетпейді ғой, негізі біраз отыруға болады деп. Сол бір сабақпен бөлісіп, сіздермен пікір алмасып, мен мысалы осындай платформаларды пайдаланып жатырмын. Біз енді қаншалықты қашықтықтан оқып жатырмыз деп WhatsApp-қа тапсырма жіберіп қоя алмаймыз уже, бұрынғыдай оқушылар да қазір талап етеді. Апай, зуммен өтеміз ба, апай, қандай тапсырма орындаймыз деп. Сондықтан балалардың қызығушылығын арттыратын осы бір сабағымда өткен 2 приложениемен еттім. Мысалы бағана фортуна дөңгелекте алып жасап қойсаңыздар, ол да тиімді. Ол жерге сұрақтар да қоюға болады да. Сол, енді сіздерден кері байланыс күтемін. Сіздерге рахмет. Енді бүгін сабағым вебинарға қатысып, тыңдап отырғандарыңызға. Сол сіздерге көрсетейін дегенім осы болатын. Бір сабақ енді жалпылама алмай, теория алмай, практикамнан осындай тәжірибемен бөліскенім. Енді кем-кетігі болса, ұсыныстарыңыз болса сіздерге. Өте жақсы. Сізден осы QGIS тестті қалай құрастырады деп көптен өзім ойланып жүредім. Бүгін сіз көрсеткеннен кейін кішкене қосылып отырып, ноутбукта қосып үйреніп жатырмын. Үлкен рахмет. Енді сабақтарды жиі қолданатын болдым. Рахмет сізге. Жас болсаңыз да өз неңіз көрсетіп жатқан. Сізге рахмет қосын. Біздің қыздарға жақсы не болды деп ойлаймын. Тиімді әдіс үйреніп жатырмыз. Рахмет. Жақсы. Енді негізі әдіс көп қой, барлығын қолдана берсек. Бірақ енді өзім ойлаймын, өзім лично үшін, мысалы 5-6-ларға осы QGIS ыңғайлы, одан жоғарыларға Learning Sub, Classroom-ның тапсырмалары бар ғой. Бірақ сол именно жаратылыстану бойынша айтты келсем, сіздерге осы бағалауға да өте тиімді, көріп отырсыздар. Ол жерде мен мынандай деп ешкім айта алмайды да, өйткені ол жерде анық көрініп тұр, сен осы сұрақтан қателестің. Келесі осы сұрақ бойынша жұмыс жаса деп, мысалы артынан жеке баламен жұмыс жасауға да тиімді. Бағана Learning Sub өте жақсы, осы. Енді именно 5-ші сыныпқа төмен жас ерекшелігін ескерсек, бағалауға барлығына өте тиімді. Жас сыныптарға. Жақсы. Ал басқа рахмет, жақсы. Сізге рахмет. Сәния апай, Салтанат апай, сөз айтсаңыздар. Сізге көп рахмет. Вебинарымызбен танысып, өзіңіздің әдіс тәсілдеріңізбен бөлісіп жатсыз. QGIS бойынша жалпы
енді үйреніп жүргем, көргем негізі. Ана жаңағы соңғы айтқан әдіс тәсіліңізді қазір сізден естіп отырмын, фортуна әдіс тәсілі деп отырсыз ғой. иә, ол да өте Бұны да енді жасап көреміз ертең. Үйренеміз деген ойдамыз. Рахмет сізге көп-көп. Қуаныштымыз сізбен танысқанымызға. мен де қуаныштымын. Жұмыстарыңызға табыс. Бар жақсылық тілеймін. Амандықта кездесейік. Жақсы, рахмет. Салтанат апай мында чатқа жазып жатыр екен, ол кісі что-то видеосын аудиосын аранда ыңғайсыз неде отыр ғой деймін, үйінде бір жағдай болып жатқан шығар, енді үйде отырмыз ғой қазір бәріміз. Сіздерге үлкен рахмет. Аман есен болыңыздар. Аман болайық. Қазір оңай емес кезден аман есен өтіп, оқушыларымыздың алдына барып, қайтадан өзімізді мұғалім ретінде көрсетіп, тағы да кішкене аз уақытша ғана қиындық деп ойлаймын. Осындай сіздерден де аларым көп қой. Осылай болашақта іс тәжірибе алмасып, вебинарларда, семинарларда аман есен жолға берейік. Қуаныштымын бүгін сіздермен осылай уақыт өткізгенге. Аман болыңыздар. Маған сұрақтар. Сау болыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар. Гүлсира апай, сізге рахмет. Уақытыңызды бөліп, Салтанат апай. Рахмет. Сау болыңыздар. Енді WhatsApp-қа мен Сау болыңыздар. жіберем, сол жерден ссылкадан көріп, кіріп қарасаңыздар болады. Иә, сол жерге жіберіңізші керек. Жақсы. Рахмет, сау болыңыздар. Рахмет, жақсы.